TikTok дамыту сабағымды офлайн алған қыздармен обучение қалай өтеді? Өзіме және балаларыма осындай тағам тапсырыс бердім. Кездесетін жерімізде арнайы балалар алаңы барын таңдап, оларды кіргізіп жібердім. Онлайнда мүлдем түсінбеймін деген Айзада ханымға осылай 3 сағат бойы барлығын түсіндіріп шықтым. Осылайша обучениемді өткізіп, келесі күні бұл жерге тағы да келдім. Сабақ алған келіншекті күткенше қызыма осындай бургер мен фри тапсырыс беріп, жақсылап тамақтандырып алдым. Балауса қызым балабақшаға бармайтын болғасын қасында ертіп жүріп жұмыс істеймін. Ал Айнұр ханым да келіп қалды. Маған деген осындай сыйлығы да бар. Бұл жерде де 3 сағат бойы барлығын түсіндіріп, жаңа аккаунт аштық. Қытайдан келген Айнұр деген ат берілді. Видеоны қалай түсіріп, монтаждауын көзбе-көз үйреттім. Үйге келгесін сыйлықтарды ашамын. 2 қызым көріп қуанып қалды. Бұл осындай единорог костюм. Қуыршақтар және осындай ойыншықтары бар. Өзіме де әдемі сыйлық бұл сағат. Ал Айнұр ханымның 1 айдағы нәтижесі 1000 оқырман және видеодағы қаралымдары өте жақсы. Сыйлыққа келетін болсақ, сағатым өзіме қатты ұнады. Балалар да бірден киімдерді киіп көрді. Екеуі енді мәз.